приехал, что ли, пидор? Я в ахуе, они меня выслали и делают, блядь. Мама, вызывай такси. Я тебя вызываю, пидорасу. Ал әзіз достар, жалғыз домның қасындағы осындай 14-ке 4 болған времянкінің видео обзорына келгенбіз. Времянкінің жері кадастрда 6 сотикке документ істенген, бірақ жер майданы 8 сотик. 110 миллион айтылады. Иесінің айтуы бойынша 100-ге домалақлаймыз деп жатыр. Енді бәлкім қымбат деуіңіз мүмкін. Бірақ неке көріп тұрғаныңыздай үйді салуға таяр өзінің блоклары бар. Мына үйдің толық несін мына шөплерден енді көрсете алмаймыз енді. Осыманға иесінің номерін қоямыз, хабарласамыз. Иесінің айтуы бойынша бұл времянкінің ішін поллап қойған екен. Поллап таярлап қойған екен. Жер майданы 6 сотик, документте кадастр документлері саз, бірақ былайынша өзі 8 сотик. Адреске келетін болсақ, Шерин кафеден кіріп келгенде, мына жалғыз домның екенде жерден көрінбей тұр ғой. Жалғыз домның қасынан, қарама-қарсысынан 2 времянка шығады. Жалғыз домның қарама-қарсысында 2 времянка шығады. Сол времянкінің ортасымен кіріп келе бергенде, времянкінің арт жағына қарай шыққанда, әремді жағалап жол шығады. Сол жолды до конца басып келес. Жол оңға бұрылады. Оңға бұрылғанда мінекей осы турыдан көрсеңіз, мына шипырлы үй шығады. Содан соң мына времянка, содан соң мына времянка. Ал үйіміз арзан, қымбат, локациясы қалай болады? Болмайды. Комментарияға жазып кетеміз. Арзан ба? Сіз мысалы алсаңыз қаншаға аласыз, ямаса қаншаға бақалайсыз? Комментарияға жазып кетеміз. Қоңыратшы достарға үй іздеп жүргендерге бұл видеоны жіберіп қоямыз.